Бүгін ауызашарға керемет жеңіл осындай кеспе көже дайындаймыз. Ол үшін бізге сәбіз, пияз, картоп, ет қажет болады. Барлық көкөністерімізді жақсылап ашып, тазалап, жуып, етімізді де жуып аламыз. Дәл осы видеодағыдай етіп, барлығын 4 бұрыш кубик етіп тураймыз. Мен алдымен етті турадым. Сонан соң картоп, сәбізді турадым. Сәбізді мен майдалап турап жібердім. Себебі майда болса балаларға былай шығарып тастамайды, жеп қояды тамақтың ішінде. Сіздерге де соны кеңес беремін. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Дәл осылай пиязымызды да 4 бұрыштап тураймыз. Қазанымызға кішкене ғана май құйып, қызып тұрған қазанымызға ең алдымен пиязды, сонан соң етімізді салып, қуырып, картоп пен сәбізді бірдей салам мен, оны да қуырып, азырақ томатымызды салып, барлығын жақсылап қуырып, су құйып, баяу отта қайнатып қоямыз. Ал енді кеспемізге 1 жұмыртқа, азырақ су, тұзымызды салып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып, қатты қылып қамыр илейміз. Қамырымызды 5-10 минутқа тындырып қоямыз, бетін жауып. Әрі қарай қамырымызды жаюға кірісеміз. Ұнның оқтаудың көмегімен дәл осы видеодағыдай етіп, қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Дәл осылай жайған қамырымызға ұнды жақсылап сеуіп, оқтауымызға орап, видеодағыдай пышақпен кесеміз оқтауымызда тұрған жерінде. Қамырымызды кесіп алып, осылай бір бүктейміз да, сонан соң кеспемізді кесуге кірісеміз. Барлығын дәл осылай видеодағыдай етіп жасаңыздар. Мен себебі 2-ге бөліп алдым, қамырлар жабысып қалмау үшін. Бұл қамырды тақтайға қойып, қатырып сақтасаңыз да болады. Дәл осылай қайнап тұрған сорпамызға жаңа кеспелерімізді салып қайнатамыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Міне тамағымыз дайын, ас болсын, жасап көріңіздер.